Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше радуга салатын әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге әзірлеп көріңіздер. Осында керемет дәмді рецепттерімді жібер алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны бас қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тауықтың төс етін маринаттаймыз. Тұзымызды, паприка, сұйық майымызды салып, 1 сағатқа бетін жауып маринаттап қоямыз. Алдын ала қызып тұрған духовкамызды 200 градусқа қойып, 20-25 минут пісіріп алатын боламыз. Ең алдымен қызанағымызды көбіктеп тураймыз, ортасынан алып тастайтын боламыз. Қиярымызды көбіктеп тураймыз. Ірімшігімізді көбіктеп турайтын боламыз. Дайын болған тауықтың төс етін көбіктеп турайтын боламыз. Енді салатымызға сухари әзірлейтін боламыз. Менде тостер наны, нанның ортасын емес шетіндегісін кесіп алатын боламыз видеодағыдай. Нанымыздың шетін алып, көбіктеп турап, алдын ала қызып тұрған 180 градуста 10-15 минут сухари әзірлейтін боламыз. Міне бізде сухари дайын болды. Енді салатымызға бұрыш, тұз, майонез салып, жақсылап араластырып, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарийге қалдыруларыңызды сұраймын. Алдыңғы уақытта түрлі рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, арнама міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған бауырсақ фуд ас болсын.